Ассалаумағалейкум жігіттер. Бүгінгі видеода жылда қандай тренировка істеп жатырмын. Именно қол жазылғанға дейін жасайтын тренировкаларымды көрсететін боламын. Пока что қолдың түрі осындай. Бірақ жимлежада бағана көрдім, біраз ауырады. Там әлі толық қалыпқа келмеген, поэтому пока что аяққа істейміз и арқаға и қолдарға біраз беріп көреміз, нагрузка түсірмей. Ендеше кеттік. Бірінші разминкадан бастаймыз. Бұл жолмен жүріп алдым мен. И ары бер, кәдімгі дышыдағы разминкалар в общем. В общем, присетпен экраға не істейміз? Суперсетпен кезек-кезек. Осы 50 килограмм, в общем, біздің рабочийіміз. Дальше вес қоспайым. Потому что аптасына 3 рет аяқ істеп отырмын. Почти күніге осы күнделікті бір жаттығу бар, в общем. Вес қосам қойдым, что-то хереше жеңіліп қалды. Аха. 18 бар сонда ғой. Мына 18 ба? Бәсе жеп жеңіл. В общем, жеге экран түсірмей қойым. Камераны ауыстыруға жалайын жоқшы. Соңғы подходта пампингпен бұлай ашып көрсетіп тұрым. Болды сонымен, короче. Алдыңғы вес жеңіліп болды, мынаған көрейік қазір. Если нормально болса, осымен 4 подход айдаймыз. Если жеңіл болса, тағы килограмм қосамыз. Короче. Кеттік давай. Хуйня. Так, вес қосамыз. Воркаутты өмірінде ұмытқанымен жүрегінде ұмытпайды екенсің. Воркаутер болсаң осы енді. Ох, бля, рабочий вес. В общем, жеге бүкіл подход көрсетпеймін. Осымен дальше басқа упражнение өте берем. Бірақ өзім 4 подход істеп болды. Просто бәрін көрсетіп отыруға жалайын жоқ өзімше. Экран жосы көріне ме деп ойлағам. Әлі жетіспейді екен, тағы өсіру керек біраз. Бля, бағанадан бері сөйлеп жүрсем, микрофон қосылмай тұрыпты ғой, еба. В общем, менің любимый жаттығуға келіп, бұл жерде разминка керек емес маған. Келесің. Мынаны жөндеп аласың. Шығасың да разминканы. Осы разминка, в общем. Дальше веспен айыра береміз.
Бля, пиздец, шымшыдау мынау. Бля, бана. Блин, айналдырғанда ебать шымшы болды. Блин, это айналдырмай айыру керек енді. Ебать, 40 дарып тастадым ба не? В общем, рабочий вес осы 40 килограмм. Осымен до конца кетеміз. Менде турник слабый негізі. Только осы неде ғана біраз взрывной силамен и элементтері нормальный, бірақ количестводан слабый, короче. Наразы дамытамыз деген. Обратный хатпен көрейікші қалай болады. Ебать, что ж. Бірақ счетың өзі нормальный вообще. Дальше видеоға түсірген жоқпын. Сол молоткиді 4 подход 15-20 реттен істедім примерно. И сосын гиперэкстензия тағы да 3-4 подход 15 килограммен бір 10-13 ретке істедім қойдым, қателеспесем. Дальше просто оспалым келіп қалды. Сонымен әңгіме айтып, короче, видеоны ұмытып кеттім, ренжімеңіздер.